Бүгін біз 50 жастан асқан соң өмір сапасына тікелей әсер ететін ең өзекті мәселе ұйқының бұзылуы туралы сөйлесеміз. Мына жағдай сізге таныс па? Кешкісін ерте жаттыңыз, бірақ ұйқыңыз келмейді. Сағат түнгі 3-те көзіміз ашылып кетеді. Дәретханаға барасыз. Қайта жатқанда басыңызға сан түрлі ой келіп, мазаңыз қашады. Жүрегіңіз жиі соғып, таңғы 5-те тағы да оянасыз. Нәтижесінде таңды сергек емес еңсеңіз түсіп, шаршап оянасыз. Көп адамдар мұны қалыпты деп қабылдайды. Бірақ қалыпты жағдай емес. Бұл сіздің ағзаңыздың сигналы. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге ұйқыны ретке келтіретін 3 табиғи дәмдеуіш туралы айтып беремін. Бұл жай ғана халық емес. Бұл дәмдеуіштер шығыс медицинасында ғасырлар бойы пайдаланылып келеді. Ал қазіргі медицинада ғылыми тәжірибесі бар, дәлелденген, бірақ бұл дәмдеуіштер туралы көп адамдар біле білмейді. Ең бастысы, синтетикасыз және химиялық дәрісіз терең ұйқыға оралудың жолын бірден-бір жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Көп адамдар түнгі ұйқының жиі бұзылуын, немесе түнде дәретханаға жиі тұруды тек несеп қуығының кінәсі деп ойлайды. Бірақ бұл мәселенің бергі жағы ғана. Шын мәнінде, бұл процестің басты мәселесі созылмалы қабынуда жатыр. Ағзадағы байқалмайтын, ауырсынусыз жүретін мұндай қабыну бүйрек функциясын, ер адамдарда простата жұмысын, ал әйелдерде гормоналдық тепе-теңдікті бірте-бірте бұзады. Оған қоса, кешкі кофеин, ұйықтар алдындағы ауыр ас пен күнделікті күйзеліс жағдайды одан әрі ушықтырады. Ағзада ұйқы гормоны мелатониннің өндірісі тежеледі. Жүйке жүйесі түні бойы кернеуде болып, ми қажетті демалысты ала алмайды. Сіз төсекте 8 сағат жатсаңыз да, ұйқыңыздың сапасы төмен болғандықтан, таңертең бойымызда сергектік болмайды. Осы механизмге, яғни қабынуды басуға, несеп қуығының спазмын жазуға және мелатонин деңгейін қалпына келтіруге бағытталған 3 табиғи дәмдеуіш бар. Олар бір-бірімен үйлесім тапқанда нәтижесін тез байқайсыз. Ендеше, олардың әрқайсысына жеке тоқталайық. Ең бірінші негізгі дәмдеуіш – куркума. Шығыс медицинасында оны ғасырлар бойы алтын дәрумен деп атаған. Оның құрамындағы негізгі белсенді зат – куркумин. Бұл қазіргі таңда әлемде ең көп зерттелген табиғи қабынуға қарсы агенттердің бірі. Оның тиімділігі туралы 8000-нан астам клиникалық зерттеу бар. Оның ұйқыға әсер ету механизмі. Куркумин несеп қуығы қабырғаларының тітіркенуін басады. Бұл түнгі дәретханаға бару жиілігін айтарлықтай төмендетеді. Ішкі мүшелердегі тіндердің ісінуін қайтарып, бауыр мен бүйректің артық күш түспей, жеңіл жұмыс істеуіне жағдай жасайды. Қандағы глюкозаны реттейді. Бұл өте маңызды. Себебі түнде қант деңгейінің кенеттен секіруі адамның еріксіз оянып кетуіне себеп болады. Ұйқыны реттейтін ми аймағы гиппокамп. Жасушаларын қорғап, жүйке жүйесін тыныштандырады. Куркуминнің таза күйінде ағзаға сіңуі өте төмен. Бірақ, егер оны қара бұрыш пен пиперин қосып тұтынсаңыз, куркуманың сіңімділігі 20 есеге артады. Сондықтан куркуманы міндетті түрде қара бұрышпен немесе пайдалы майлармен араластырып қабылдау керек. Ұйықтар алдында бір шымшым куркума мен бір шымшым қара бұрышты бір шай қасық табиғи балмен немесе жылы сүтпен араластырып ішеміз. Мұны алтын сүт деп атайды. Сүт ішпейтін жандарға жылы сумен ішуге болады. Бір апта ішінде ұйқыңыздың тереңдеп, түнгі мазасыздықтың азайғанын сезесіз. Екінші керемет дәмдеуіш – кардамон. Көбіміз оны тек хош иісі үшін білеміз, бірақ оның медициналық қасиеттері өте көп. Шығыс медицинасында кардамонды жүйке жүйесінің ең жақын досы деп атайды. Кардамонның ұйқы сапасына әсері. Кардамон несеп қуығының бұлшықеттерін жұмсақ босаңсытады. Бұл түнгі дәретханаға жиі барудың басты физиологиялық себебі спазмды жоюға көмектеседі. Өкпе мен тыныс алу жолдарын тазартады. Бұл түнде ауызбен тыныс алуды азайтып, мидың оттегімен толық қанығуына жағдай жасайды. Кардамонның эфир майлары парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Нәтижесінде мазасыздық басылып, денеңіз терең релаксацияға көшеді. Ағзадан токсиндер мен артық сұйықтықты жұмсақ шығып, бүйрекке түсетін салмақты жеңілдетеді. Ол серотонин өндірісін ынталандырады. Ал серотонин біздің ұйқы гормонымыз мелатониннің түзілуіне қажетті негізгі шикізат. Қолдану үшін. Бірінші әдіс. Ұйықтар алдында бір кардамон дәнін жайлап шайнаңыз. Дәмі аздап ащылау болғанмен, соңында аузыңызда тазалық пен сергектік сезімі қалады. Екінші әдіс. Бір кардамон дәнін езіп, жылы суға 10 минут демдеп қойыңыз. Аздап бал қосып ішсеңіз, оның әсері бірінші әдістен де жақсы болады. Небәрі бір апта ішінде денеңіздің тынышталғанын, тынысыңыздың тегістелгенін және таңертең сергек оянатыныңызды байқайсыз. Үшінші дәмдеуіш. Даршын, яғни корица. Көп адамдар оны тек тәтті десерттердің қоспасы деп біледі.
Алайда бұл қан айналымын жақсартатын, ағзаны ішінен жылтып, қабынуды басатын нағыз табиғи дәрі. Оның ұйқыға әсер ету механизмі. Даршын қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Бұл өте маңызды. Себебі түнде қант деңгейінің кенет төмендеп кетуі миға оян деген сигнал беріп, ұйқының үзілуіне әкеледі. Ол несеп қуығының шырышты қабатындағы тітіркенуді басып, түнгі мазасыздықты азайтады. Даршынның жылытушы әсері микроциркуляцияны жақсартады. Бұлшықеттердегі кернеуді басып, денеңізді терең демалыс күйіне дайындайды. Серотонин тыныштық гормонының өндірілуіне ықпал етіп, жүйке жүйесін ретке келтіреді. Ғылыми зерттеулер даршынның инсулинге сезімталдықты жақсартатынын нақты дәлелдеген. Ал бұл биохимиялық деңгейде үзіліссіз тыныш ұйқының басты кепілі. Ұйықтар алдында жарты шай қасық даршынды жылы сүтке, өсімдік сүтіне немесе жылы суға қосыңыз. Егер оған бір шай қасық бал мен бір шымшым күркума қоссаңыз, сізде нағыз алтын ұйқы сусыны дайын болады. Бұл сусын сізге ұйықтауға және таңертең денеңізде ешқандай ауырлықсыз сергек оянуға көмектеседі. Бұл дәмдеуіштер жеке-жекеде жақсы жұмыс істейді, бірақ оларды бірге қолданғанда нәтиже бірнеше есе күшейеді. Себебі олар бір-бірін толықтырып, ағзаға кешенді әсер етеді. Күркума қабынуды басса, кардамон несеп қуығының спазмын жазады. Ал даршын қант деңгейін тұрақтандырып, серотониннің бөлінуіне көмектеседі. Кешкі рецепт. Бір стақан жол сүтке немесе суға бір шымшым күркума, бір шымшым қарабұрыш күркума сіңу үшін, жарты шай қасық даршын, бір шай қасық табиғи бал қосыңыз. Кардамон дәнін жеке шайнауға немесе осы сусынға езіп қосуға болады. Бұл қоспаны ұйықтар алдында 30 минут бұрын ішіңіз. Бұл жинақталмалы процесс, сондықтан жүйелілік маңызды. 3 күннен кейін ұйықтау процесі жеңілдейді. Таңертең бойыңызда аздап сергектік пайда болады. Бір аптадан соң түнгі дәретханаға бару жиілігі айтарлықтай сирейді. 2 аптадан соң ұйқы тереңдейді. Миыңыз толыққанды демала бастайды. 1 айдан соң созылмалы шаршау сезімі жоғалып, энергияңыз қалпына келеді. Табиғи нәрсе болса да, кез келген өнімге жауапкершілікпен қарау керек. Күркума. Өт тас ауруы бар жандар абай болғаны жөн. Себебі күркумин өт бөлінуін ынталандырады. Сондай-ақ асқазан жарасы асқынып қырғанда немесе қан сұйылтатын дәрілер ішіп жүрсеңіз, дәрігермен кеңескен жөн. Даршын. Дүкендерде жиі кездесетін кассия түрінде кумарин заты көп. Сондықтан бауырға салмақ түсірмеу үшін күніне жарты шай қасықтан асырмаңыз. Мүмкіндік болса, ең пайдалысы цейлон даршынын таңдаңыз. Кез келген жаңа әдісті аз мөлшерден бастап, ағзаңыздың реакциясын бақылаңыз. Егер бәрі дұрыс болса, бұл алтын хаттама сіздің сапалы ұйқыңыз бен ұзақ ғұмырыңыздың кепіліне айналады. Есіңізде болсын, 50 жастан асқан соң ұйқының бұзылуы бұл қалыпты жағдай емес. Бұл сіздің ағзаңыздағы созылмалы қабынудың, несеп қуығы тітіркенуінің немесе гормоналдық тепе-теңдіктің бұзылуынан берілген нақты сигнал. Табиғат бізге керемет мүмкіндік сыйлады. Күркума, кардамон және даршын. Бұл жай ғана дәмдеуіштер емес. Бұл біздің физиологиямызды ретке келтіретін табиғи құралдар. Олар дәмді ғана емес, нақты ғылыми механизмдер арқылы жұмыс істейді. Бүгіннен бастап ұйқы алдында осы алтын сусынды ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер ақпарат пайдалы болса, дәрігер Мирас каналына жазылып лайк басыңыз, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Түндеріміз тыныш, ұйқыларыңыз жақсы болсын. Сау болыңыз.